Қайырлы кеш достар. Ертең 15 ақпан күні таңертең біздің Алматы қаласында орналасқан Hyundai Motors Қазақстан зауыты бірқатар журналистерді өзіне ашық есік күніне шақырып жатыр екен. Әріптестеріміздің ішінде бізге ниеттес, тілектес, жақсы көзқарастағы журналистер қауымынан да бізге де осындай шақырту жіберілді. Әрине бұл үшін рахмет дейміз, бірақ бір нәрсені айта кетейін деп отырмын. Біріншіден, мен ертең Астанаға жол жүріп бара жатырмын, осы утилизациялық алымға қатысты шаруалармен. Екіншіден, ең үлкен себеп, біз бұндай экскурсия түріндегі таныстыруларға қарсымыз. Біздің утилизациялық алымға жол жоқ қозғалысының белсенділері бір ғана жағдайда бұндай зауыттарды аралап, көріп, танысуға мүдделі. Ол қандай жағдай? Бізге түгел барлық есіктер ашық болған жағдайда, барлық құжаттар, кіріс шығыс құжаттарын, әрине коммерциялық құпияға жатпайтындарынан өзге құжаттарға доступ берілген жағдайда, және бір күндік емес, кемінде 3 апта болмаса 1 айға мүмкіндік берілген жағдайда біздер өз қаржымызға, өз ақшамызға барып, тегін сол жерде жатып, бүкіл жұмыс процесін бақылауға әзірміз. Олай болмаған жағдайда бұндай кішкене көрмелік түріндегі, выставочный формадағы бұндай кездесу, таныстыруларға біз қарсымыз. Енді біздің автоқұрастырушылар, оны лобби жасап отырған мемлекеттік мекемелердің айтуы бойынша бізде керемет автоөндіріс бар ғой. Енді кейбір былай айтқанда солардың қолына жем жеп жүрген блогерлердің айтуына қараған кезде, егер тура солай болатын болса, жасыратын, тығатын ештеңелеріңіз жоқ болса, біз сіздерден осы алдағы 1 аптаның көлемінде жауап күтеміз. Біз өз қаржымызға, тағы да қайталап айтамыз, бізге ешқандай шығын керек жоқ көтеруге. Өзіміз барып, түгел 1 ай бойы бақылап, көріп, тамашалауға, егер бәрі дұрыс болса, сіздердің жарнамаларыңызды жасауға әзірміз. Сондықтан сіздерден хабар күтеміз. Қалай болғанда да біз осы істің ақиқатына жетуге бәріміз бірге жұмылып тиістіміз деп ойлаймын. Сондықтан хабар күтеміз. Сау болыңыздар.